Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Ақжолтай. Бүгін біз Git курсының екінші сабағына келдік. Бүгінгі тақырыптарда репозиторий деген не екенін айтып өтемін. GitHub пен GitLab салыстырамыз және GitHub'та жұмыс істеуді көрсететін боламын. Сонымен бастайық. Өткен бірінші сабақта біз мына Titan деген проектке Git'ті қосқан болатынбыз. Яғни Git'тің тілімен сөйлесек, мұнан бәрін файлдардың бәрін тұрған жерін бұны қойма деп атауға болады. Немесе ағылшынша айтатын болсақ, бұны репозиторий деп айтуға болады. Яғни менде бір өзімнің репозиториім local дейді, өзімнің компьютерімде тұрған local деген аударатын болсақ, енді жергілікті, немесе локальный орысшасын айтсақ. Яғни қанша проектте қанша разработчик бар, әрқайсының өзінің локальный репозиторий бар. Енді әрқайсы өзінің өзгерісін жасап, оның бәрін бір жерде жинау керек қой бізге. Яғни бізге бәріне ортақ бір ғана репозиторий, яғни қойма ғана керек. Бір ғана қойма керек. Мысалы, мына бірінші адам өзіндегі өзгерістерді негізгі ортақ репозиторийге салады, push commit арқылы. Енді қазір push pull дегендерді үйренетін боламыз. Одан кейін ол өзгерістерді енді мына екінші адам өзіне көшіріп алу керек. Ол свежий дейді ғой, енді жаңа өзгерген өзгерістерді өзіне алу керек. Пулмен алып алады да, ары қарай өзі өзгертеді, одан қайтадан өзі салады. Сөйтіп кезек-кезек әрқайсы соңғы өзгерістерді өзіне алады да, өзінде өзгертеді, және қайтадан оны жібереді ортақ неге, репозиторийге. Сол арқылы бізде бір ғана ең соңғы версия болады. Және ол өзгерістердің бәрін біліп отыратын болады әрқайсы. Енді қараңыздар, мына ортақ репозиторий ол қай жерде тұру керек, қай жерде сақталу керек. Әрине біз жаңағы екінші тақырыпқа келдік, GitHub немесе GitLab. Одан да басқа сайттар бар, Bitbucket деген сияқты, бірақ ең көп қолданатыны осы GitHub пен GitLab. Сонымен GitHub пен GitLab туралы айтып, оларды салыстырып өтейін. GitHub'ның негізгі беті осы. Мына жерде бір әдемі лендинг пейдж бар, мынандай ақпараттармен бөліседі. Бұл жерде ең қызығы соңына қарай бізде мынандай глобус пайда болады. Бұл жерде бүйтіп қарасаңыздар болады. Бұл визуализация. Ненің визуализациясы? Мысалы, енді GitHub'тың серверлары әртүрлі жерде тұр ғой, енді әлемнің әртүрлі жерінде тұр. Мысалы, Еуропада бір адам репозиторий жасаған, мысалы, және оған бір Үндістаннан немесе Қытайдан бір разработчик не жібереді, өзінің кодының өзгерісін жібереді. Немесе енді терминмен айтатын болсақ, pull request жібереді. Міне осыны визуализировать етіп көрсеткен, мына жақтан мына жаққа барып жатыр. Сосын оны қабылданды, қабылдамады деген сияқты. Осы жерде просто соның визуализациясы тұр. Бұл әдемі көрінеді, және бұл шын өмірде болып жатқан әрекеттер. Бірақ менің ойымша бұл жерде енді барлығы көрсетілмеген, ол нереальный сияқты барлығын көрсету. Мысалы, мына жақта бір 10-20 шақты ғана көрсетіп тұр ғой, ал шын мәнінде мысалы 100-500 деген сияқты болуы мүмкін да. Айтпақшы, GitHub'ты Microsoft сатып алған, осы 1-2 жылдың ішінде болу керек. Сол кезде тек қана дизайн өзгерген жоқ, сайттың жалпы GitHub өте үлкен платформаға айналды, өте мощный. Енді қараңыздар, GitHub өзі жақсы не болатын, сайт болатын, оған қосылып, жаңағы Microsoft өзінің мүмкіндіктерін қосып жібергенде өте үлкен гигант пайда болды да. Ал мынау GitLab'тың басты беті. Енді GitLab пен GitHub'тың негізгі айырмашылығы, ол қараңыздар, GitHub'та біз көбінесе open source дейді ғой, ашық кодты жазамыз. Яғни кез келген адам ол біздің репозиторийді көріп, оны көшіріп, өзі бір нәрселер жазып, бізге жаңағы реквест жіберіп деген сияқты жалпы открытый доступта болады, ашық болады. Ал GitLab'та көбінесе енді бұл жерде жабық репозиториялар. Бұл көбінесе компанияларға арналған болады. Компаниялар өзінің бір разработкасын жасаған кезде ол кішкене жабық болғаны дұрыс болса, осы GitLab'ты таңдайды. Ал егер сіздерде жаңағы өздеріңіздің бір проекттеріңіз болса, оны көпшілікке жариялағандан ештеңе өзгермейтін болса, онда GitHub'та жұмыс істеген дұрыс болады.
Ал егер ол иә реально жаңағы оны көрсетпеу керек болса кодын GitLab'та дұрыс болады. Енді GitHub'тың ішіндегі репозиторияларды іздейік. Ең бірінші мен есіме түсетін ол React-тың репозиторий. Сосын GitHub React дей салсақ, міне бізде React-тың осындай GitHub-тағы өзінің страницасы шығады. И қараңыздар, Facebook жасаған React. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Бұл біздің полный мына барлығы React-тың коды. То есть кез келген адам мына репозиторды көшіріп, кодын көшіріп, өзінің React-ын жасауына болады. Сәл бірдеңені өзгертіп, атын өзгертіп деген сияқты өзіңіздің React жасауға болады. И мына жерде енді мына бәрі файлдар, осы бүкіл файлдар. Мына жақта каждый әрбір нәрсесін айтып кетейін. Мына жақта ең қызықтардың бірі міне, мына жақта қолданылған тілдер, программалау тілдері JavaScript 93.9 дейді. HTML 2.7 азырақ, CSS бар екен, және C++ бар екен, 1% дейді, және TypeScript, CoffeeScript деген бар екен. CoffeeScript деген тоже JavaScript-тің тағы бір түрі, жалпы TypeScript-ке ұқсайды. Және Other дейді, ол не важно. Ол файлдар болуы мүмкін, басқа файлдар. То есть React осы тілдер арқылы жасалынған деп айтуға болады. Және мына жақта contributors деген бар. Contributor 1645 адам осы React жасап отыр қазір. Осы адамдардың арқасында бізде React бар. Және ол осы адамдардың арқасында жаңартып тұрады. Жаңа өзгерістер. Міне, мына жақта қараңыздар. Мына бір файлды 2 апта бұрын ғана өзгерткен екен. Мына бір файлды 3 жыл бұрын өзгертті. Міне бұл осы адамдар арқасында, олар әрқайсысы жаңағы өзінің міндеттері болады. И олар мысалы мына жақта issues дейді ғой. Қателерді, мысалы біз сияқты, сіз бен біз сияқты жай қарапайым адамдар, React қолданатын адамдар, мысалы React-та бір қатені тауып көріп қалды. И не істейміз? Біз issues-ке жазамыз көбінесе. Мына жақта осындай қате бар екен, осыны жөндеп жіберіңдер деген сияқты ше. Issues-ті ашып көрейік. Мына жерде міне ең бірінші соңғы тұрған React not defined in TypeScript when importing from npm. То есть адам өзінің қатесімен, жаңағы өзінде болған нәрсесімен бөлісіп жаңағы айтып жатыр. Осыны жөндесеңдер деген сияқты. И мына жақта кәдімгідей дискашндар кетеді. Неге олай болды, мына істеп көріңіз деген сияқты нәрселер кетеді. Сосын ештеңе таба алмаса, жаңағы шынымен бұл қате болса, онда мына жақтағы контрибьюторлар жаңағы біреу осыны алып жұмыс істейді да, оны жөндеп, сосын pull request жібереді. Pull request деген, request деген аударсақ, ол заявка, жаңағы өтініш жібереді. Менің ол өзінде локально өзгертеді, жаңағы, мына жаққа барайық. Мысалы, мына жақтағы бір адам өзінде React-тағы локально өзгертеді, қарайды, тексереді, жөндеді жаңағы қатені и центральный репозиторийға жібереді. Pull request ретінде. Pull request ретінде жібереді, оны басқалар core team дейді, то есть ол жақта бір негізгі 10 адам болуы мүмкін, 20 адам болуы мүмкін. Солар тексереді да, әрқайсысы жаңағы, мынау дұрыс екен деп тексереді, немесе мынау дұрыс емес екен деп өзінің комментарийін жазады. Сосын бұл pull request осылай біраз уақыт тұруы мүмкін, немесе бірден бәрі тексеріп, окей деп, ол негізгі репозиторияға құйылып, жаңағы мастерге, негізгі бранчқа құйылып, ол жаңа версия пайда болады содан кейін. Получается, соңғы версиямыз бізде 18.2.0 июньнің 2022 жылы соңғы версиясы шыққан екен. Бірақ бұмен тоқтап қалды деген сөз емес. Қазірдің өзінде жаңа React-тың разработкасы жүріп жатыр. Бірақ версиялар әлі жарыққа шықпай жатыр, көпшілікке шықпай жатыр. Контрибьюторлар өздерінің арасында ғана тестировать етіп, өздері қарап жатыр да. Одан бәрі дұрыс, окей деген кезде жаңа версияны лақтыратын болады. Мына жақта тағы бір айта кететін нәрсе, fork пен старлар. Бұған өте көп қарайды кәдімгідей. Мысалы 221 адам стар басқан, то есть мына жұлдызшаны басып, маған ұнайды деген да. Және мына fork деген адамдар просто алады да, мысалы өзінің React-ын жасайды. То есть сіздер де fork жасасаңыздар болады. Өз React-ыңызды жасасаңыз. Және fork-тың мына өзіңізге көшіріп алғаннан қандай айырмашылығы бар? Fork ол бірден GitHub-та сіздің репозиторийіңізді жасайды.
және мына жерде readme бар, то есть React-тың өзінің осылай істейсің деген документациясы. Мына жақта лицензиялар бар, қалғандары қатты маңызды емес. Енді Linux-ты іздеп көрейік. Linux бізде операциялық жүйе. Бұл жерде енді мына контрибьюторсқа назар аударайық. 15166 дейді. 15166 адам осы Linux жазып отыр екен. Енді React-пен салыстыра алмаймыз, себебі React ол библиотека болса, мына үлкен өзі бір операциялық жүйе. 15166 сонда біздің разработчик барлығын осы Git арқылы ешқайсысында жаңағы проблема болмай, код шатаспай, осының бәрі жұмыс істеп тұр. Ойлаңыздар, Git деген не деген күрделі және мықты зат та. Енді мына жақта қолданылған тілдерді қарайық. C, Assembler, Python, Perl. Ну, Python понятно, сіздер білесіздер, әрқайсыңыз. Perl деген кішкене ескі тіл. Және мына жерде назар аударатын C мен Assembler. Жалпы барлық бағдарламалау тілдерін екіге бөлуге болады. Жоғарғы және төменгі. Жоғарғы енді высокоуровневый дейді ғой. Ол біз адам тіліне ұқсас тілдер, программалау тілдері оқығанда жаңағыдай оңай түсінесің да. Мысалы біз JavaScript жаздық қой, let, const, var деген сияқты. Бәрі ағылшын тіліндегі сөздер, function деп бәрін бір оқысаң, бәрі түсінікті. Ал кішкене компьютерге жақындау, жаңағы 0 мен 1-ге жақын деген сияқты, енді сандармен жаңағы сөзі азырақ деген сияқты, олар осы C мен Assembler. Бұлар күрделі тілдер болып саналады. Бұларды көп адам игере бермейді. Және осындай операциялық жүйе жазған кезде осындай бір күрделі тілдер керек. Енді мына библиотека болғандықтан бұған енді қатты күрделі тілдер керек емес. Мен осындай бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Және бұл жерде тағы бір мән беретін мына Linux Torvalds-тың өзі жасаған репозиториялар. Енді Torvalds-тың өзіне барайық, GitHub-тағы бетіне, страницасына. Осындай кісі. Мына жерде оның репозиториялары тұрады, тізімдері. Ол кісіде 6-ақ репозиторий бар екен. Мүмкін қалғандардың бәрі жабық шығар. 7 екен. Ары қарай көрейік. Мына жерде мына бір ақпаратты көрейік. Code review, issues, pull request, commits. Commits деген бұл код жазатын адам, code review ол кодты тексеретін адам, issues деген қолданушы адам, мынандай қате бар, мен осыны істемедім деген сияқты issue'лар жасайтын адам. Және pull request жасайтын адам. Мына жақта 100% commit дейді. Linus Torvalds, получается, ол тек код жазады. Осы жасына келсе де әлі код жазады. Енді мына бір диаграмма қарайық. Бұл өте танымал және өте күшті диаграмма. Мына жерде бір жылдың несі тұр, графигі тұр. Мынау бүгінгі дата. Мысалы, апрельдің, сәуірдің 12-сі. Мынау 11-і жоғарыда тұрған. Мынау 10-ы деп сөйтіп кете береді. Ал мынау болса, тура бір жыл бұрын 15-ші не дейді, сәуір дейді. Және мына жерде жасылдарды көріп тұрсыздар, бұл жасаған коммиттардың саны. Contribution дейді. Енді ол жерде тек қана коммит емес, басқа нәрселер бар. Жалпы жұмыс істеген уақыттары, жұмыс істеген жаңағы саны. Мына жақта қараңыздар, 23 дейді, кейбіреу 34 дейді, кейбіреуінде 1, кейбіреуінде 5 деген сияқты да. Мына жақтарда кішкене демалған деген сияқты нәрселер бар да. Бірақ мына жақта мен өзім таңғалғаным, бұл кісі вообще тоқтамай жұмыс істей берген. Қараңыздар, мынау бізде енді жексенбі болса, демалыс күндері болса да, мына жақта бәрінде жұмыс істеген екен. Қазір мен аккаунтыма кірген кезде менде де шығады. Бірақ менде аккаунт, давайте аккаунтқа кіріп көрейік. Мен енді өз профилімді көрейін. Менің бұл профилім осы жақында ғана аштым. Мына жақта ештеңе жоқ. Мен өзімнің бұрынғы аккаунтымды жоғалтып алдым. Себебі мына жақта two-factor authentication дейді, соны неткем, қосқам. Және номер телефонын қосқам. SMS келмейді. Кстати, егер осыны шешкен адам болса, кстати, айтыңыздар.
мен ол жерде телефон номерімді салып қойғам, бірақ маған смс келмейді екен GitHub'тан. Сол үшін мен ол аккаунтқа кіре алмай жүрмін. Осындай проблема бар. Сондықтан сіздер де абай болыңыздар, two factor authentication қоссаңыздар. Вот, мына жерде енді мен туралы ақпараттар бар, осы жақында ғана толтырып қойдым. Және өзімнің репозиторияларымды көре аламын. Міне, repositories. Мен осы жақында ғана қосқан репозиторий. Ну, кстати, Java репозиторий мен private деп тұр. Қазір давайте енді соңғы біздің тақырыпқа көшейік. Репозиторий жасап, сонымен енді жұмыс істейік. Ол үшін міне қараңыздар, мына жақта сіздердің профиль репозиториясына кіріп new деп бассаңыздар болады. Жаңа репозиторий жасайтын боламын. Енді біз алдында Titan'ды қосқан болатынбыз. Titan деп атайын. Және бұл жерде public бәріне көретіндей anyone дейді. On internet can see this repository. Немесе private. Ары қарай add readme файл деген бар. Ол міндетті емес. Оны кейін де қоссаңыздар болады. Git ignore деген ол да кейін қосасыздар. Және лиценз бізде жоқ. Descriptionға optional деп тұр. Ол жерге енді өздеріңіз описание жазасыздар. Мына жерде получается мен тек қана атын толтырдым, болды. Create repository деймін. Бізде получается қойма пайда болды, бірақ қойма ол менің компьютерімде емес, ол мына GitHub'тың серверінде. Және мына жерде әзірге ешқандай файл жоқ қой бізде. Және мына жақта бізге git командалардың өзінің нерін жаңа көмек ретінде жазып қойған. Так, енді біз терминалды ашамыз. Өзінің проектімізге барамыз. Енді git status, әрқашан git статустан бастаңыздар. Fix footer'да тұр екен. Маған fix footer керек емес, маған master керек. Git checkout master. Ең бірінші осы репозиториямен жұмыс істеген кезде міндетті түрде мастерге өтіп алыңыздар. Немесе өздеріңіздің жаңағы негізгі веткаларыңызға өтіп алыңыздар. Себебі қазір мен мына жаққа салсам, қай ветка салынады, сол дефолтный болып кетеді. Сол әдепкі бұтаққа айналады. Мен қазір мастердемін. Мастердің барлығы дұрыс, барлығы таза. Менікі дайын, енді мен бұны салуға. Бұл жерде енді git remote деген нәрсе бар. Git remote -v дегенді басамыз. Бұл remote деген енді осы сабақтың да тақырыбы remote control. То есть remote деген ол қашықтан, қашықтан, control деген басқару. Мына жақта қашықтағы remote деген қашықта тұрған репозиторийді көрсет деген сөз. Git remote -v деп бассам, менде ештеңе шықпады. То есть неге шықпады? Себебі менде бұл локально ғана сақталып тұр. Бұл проектім. Енді мен бұны мына GitHub'қа салу үшін бетіне істеймін. Мына жақта тіпті өзінің несі бар, дайын коды бар. Осыны көшірсеңіздер болады. Git remote add origin. Мына жақта көшіру тұр. Бәрін көшіріп керек емес, маған тек қана мынау. Енді git remote тағы да тексерем. Менде енді мынандай пайда болды, қараңыздар. Origin дейді. Және мына ссылкасы бар, Titan Git және fetch мен push. Осында екі нәрсе шығады. Енді менің remote репозиториімді бірдеңе өзгерді ма? Мен жаңартып тексеріп көрейін. Ештеңе өзгермеді. Неге өзгермеді? Себебі мен әзірге оны салған жоқпын. Құйған жоқпын репозиториге. Ал құю үшін не істеуім керек? Мен push жасауым керек. Жаңа мына жерде картинкада көрдік. Push пен pull деген нәрсе бар. Екі нәрсе бар. Push дегенді аударатын болсақ, қазақша ол итеру деген мағынада. Ал pull деген тарту, немесе енді мағынасымен аударатын болсақ, push деген салу, pull деген тарту. Енді біз тартып отқан жоқ, біз салып отырмыз. Сол үшін git push'ты қолданамыз. Git push origin. Origin деген бұл енді әзірге осы originмен істей береміз. Всегда origin деген просто мына жердегі біздің remote репозиторийдің аты. Originді всегда қолданасыздар, по идее. И master жазам, ветканы жазам. Яғни мастерді саламын. Осы арқылы, міне қараңыздар. Енді не істеді? Менде аккаунттың авторизациясын сұрайды, осылай сұрайды. Сол үшін енді мына жақта менде браузерде дайын тұр аккаунтым. Сол үшін sign in деп, repository деп басам. Және
мынау бекер ашылып қалды. Міне барлығы дұрыс болды деген сөз мынау. Мастер кетті дейді. Міне writing objects жаңағы 100% салды және қанша мегабайтын салғанын бәрін көрсетеді. Енді менде қараңыздар, осыған дейін жасаған файлдың бәрі, мына локально тұрған файлдардың бәрі осы жерге барады. Міне қараңыздар, бүкілі осы жерге көшілді. Енді git деген өзі салынбайды, қалғандардың бәрі бар. Енді қараңыздар, мынандай нәрсе бар. Бізге кейбір файлдарды салудың керек жоқ қой. Мысалы, допустим, мына жақта React айтатын болсақ, node modules деген файл бар. Ол өте үлкен файл, өте үлкен папка, сол үшін оны салуға болмайды. Но кейде еще мынандай болуы мүмкін. Өзіміз бір жасаған файлды міндетті түрде оны салмау керек. Осындайлардың бәрін нету үшін, айтып отыру үшін gitқа сосын салма деген сияқты. Ол үшін бізде git ignore деген файл бар. Соны қосып көрейік. Проектін аштым, енді git ignore деген файлды қосайын. Ол үшін нүктеден басталады. Git ignore болды. Осы біздің және қараңыздар, веб сторында мынандай нәрсе шығады. Сіздер жаңа файл қосқан кезде, do you want to add the following file to git дейді. If you choose cancel, мына жерде мен don't ask again деймін да, және cancel деген басам. Неге? Себебі қазір add деген бассам, бұл бірден git add істеп кетеді. Бізге git add істеудің қазір керек емес, оны өзіміз істейміз. Сол үшін cancel басып қоямыз. Енді мына жерге бір файлды қосып көрейік. Мысалы main HTML деген қосылған, main HTML. Ол не важно, ішінде не бар екен. Және мен main'ді git ignore'ға жазам. Бұл деген сөз, бұны қоспа деген сөз. Ignore жаса деген сөз ғой. Енді мына жақта git статусты көрейік. Қараңыздар, main HTML көрінбей қалды. Ол бар ғой негізі. Main HTML-ді енді алып тастайын, не болады екен сақтаймын. Және git статус көрейік. Міне main HTML шығып тұр қазір. Бірақ мына қайтадан main HTML жазатын болсам, ол тек қана git ignore шығады. Git ignore ғана қосылды деп тұр. Енді оны не істейміз? Давайте енді push жасап көрейік, git ignore-ды қосып, git add all, git status. Мына бізде қосылды git ignore. Кстати, осы жерде бір айтып кететін нәрсе бар. Кейде мынандай болуы мүмкін. Біз бірнеше файлды қосып, мысалы, мына жерде тағы бір нәрсе қосайық. Файл second HTML деген сияқты. Тағы бір HTML қостық. Және git status деймін. Бірақ маған қазір second HTML-да егер git add all десем, мысалы, second қосып кетті ғой. Бірақ маған second қоспау керек. Жасыл болып кетті, оны қайтадан қызылға айландыру керек. Ол үшін міне мына жақта git-тің өзінде бізге жазып тұр. Git restore жасасаң болады деп тұр. Restore -staged және файлдың аты. Мен бұл жерде нүкте деп бәрін қойып тастаса болады, немесе second деп жазып шығуға болады. Second HTML. Енді git статусты көрейік. Қайтадан second HTML қызыл болып қалды. Енді мен commit жасай аламын. Add git ignore. Окей, қостым. Енді git статусты көрейік. Қараңыздар, second кірген жоқ, тек git ignore ғана кірді commit-қа. Енді мен бұны тағы да push жасайын. Push нетем origin master деймін. Push жасаған кезде енді мастерді жаңарту керек қой, жаңағы репозиторийді. Жаңартамын мына жерде. Және біздің git ignore міне пайда болды. Now деп тұр. Жаңа ғана main HTML деген сөзі бар. Бірақ main HTML-дің өзі жоқ мына жерде. Main.js бар, main HTML жоқ көріп тұрсыздар. Неге жоқ? Себебі git ignore-ның әсерінен ол кірмей қалды. Second HTML да кірмей қалды. Себебі біз оны git add жасаған жоқпыз. Осындай нәрсені осыған абай болу керек. Git add-тарға әрбір push жасағаннан кейін де енді push жасамай тұрып тексеру керек. Git статуспен тексеріп отырасыздар. Енді GitHub-тың мынадай бір мүмкіндігін көрсетейін. Біз
әрбір файлды ашып көруімізге болады. Осындай файл екен. Және мына жерде историясын көруге болады. Қандай коммит кезінде жасалынған деген сияқты initial commit деп тұр. Егер бірнеше коммит кезінде өзгерген болса, сол коммиттің бәрі көрінетін болады. Және тағы бір өте бір күшті мүмкіндік, бірақ мен өте сирек тіпті қолданбаймын деп айтайын. Бұл жақта файлды бірден өзгертуге болады. Міне редактировать ету, edit дегенді бастым. Және мына жерде бірдеңені өзгертейік. Бізге қатты маңызды емес, мынандай не проект қой, тестовый. Енді 16 деген бір жерде ғана өзгерттім. 16 пиксельге мынаны 500-ге өзгертейін деген сияқты. Енді мына жақта сохранить деген, save деген жоқ, сақтау деген, бірақ commit changes деген бар. То есть біз git осыған дейін өткен бойынша біз add жасаймыз, сосын commit жасаймыз. То есть мына жерде сообщениені жазуға болады, мына жақта footer CSS, style сақталады, footer style деп қосып. Және description деген толығырақ ақпарат жазуға болады. Және мына жақта қарайық, commit directed to the master branch. То есть бірден мастерге жіберуге болады, немесе жаңа branch жасауға болады екен. New branch for this commit and start a pull request. Жаңа pull request жасауға болады дейді. Давайте осы екіншісін жасап көрейік. Мына мастер деген қиын емес. Ол бірден commit жасап тастайды да, бізде жаңа версиясы шығады. Ал мына жерде біз басқа branch жасаймыз. То есть мына жерде footer, мысалы fix footer деген branch жасаймын. Propose changes дейді. Енді басып көрейік. Енді қараңыздар. Мына жақта жаңа pull request ашайын деп жатырмыз. Ол мына жақта тура мен жазған commit, update footer styles деген. Және мына жақта өзгерістері көрінеді. Сонда мына жақта екі өзгеріс жасадық. Қалған мына жерде енді өз автоматом мынау минус болып тұрған, соны қосып, в общем, мына жақта тағы бір өзгеріс енгізді, бірақ бұл автоматом өзгерді. Мен бұны өзгерткен жоқпын жаңа. Енді create pull request деген басам. Бұл біздің pull request жаңадан. Мен егер мүмкіндігім болса, merge жасауға, енді құюға, неге мастерге. Онда мен мына жерде менде merge pull request деген шығады. Ал болмаса, менде мына жақта ондай мүмкіндік батырма шықпайды. Сондықтан бізде pull request жіберетін адамдар болады. Олар көбінесе middle, junior деген сияқты адамдар болады. Ал қабылдайтын міндетті түрде senior болса, немесе team lead деген қабылдайды көбінесе проекттерде. Енді мына жерде менде басқа адам жоқ болғандықтан өзім merge жасай берем. Merge жасадым. Енді мына код дегенге қайтадан барайық та, біз мастер бранчымызды көрейік. Мына жерде біздің жаңағы footer CSS-імізді қарасақ, мына жерде 2 minutes ago дейді, 2 минут бұрын өзгерттік, update footer styles дейді. Біздің жасаған коммитіміз сақталып тұр. Мына жерде тағы бір пайдалы нәрселердің бірі, міне branch дейік. Branch дегенді көре аламыз. То есть менде fix footer деген branch қостым жаңа. Ол да тұр, және master тұр. Енді local, өзіміздің жеке репозиториімізге барсақ, статусты көрейік. Бізде master second HTML дейді. Мынау біз жаңа өзгерткен, бірақ коммитке салмаған өзгеріс болатын. Мен бұны мүлдем алып тастайын. Ол үшін менде тағы бір команда бар, git checkout деген. Git checkout біз білеміз, қолдан көргенбіз. Git checkout минус branch деп жаңа бранчқа өттік. Checkout деп хэшке өттік, коммитте. Енді мына жерде тағы бір мүмкіндігі бар оның, мынадай минус нүкте немесе second HTML деп басатын болсақ, бұл кезде мына second HTML мүлдем біздің өзгерістен алынып тасталынады. Мынау кішкене абайлап істейтін команда, сол үшін байқаңыздар, әрбір жасаған кезде ойланып алып, және ол деген өте опасный команда, сол үшін міндетті түрде егер аз болса файл, төртеу ғана болып, оның екеуін алып тастау керек болса, онда сол екеуін ғана былай жазып, асықпай өзгертіп тастау керек осылай. Так, мына жақта кішкене бірдеңе дұрыс болмай қалды. Мен былай алып тастай салайын. Статусты көрейін. Менде так, былай істей алмаймын, айтпақшы.
мына жақта checkout тек қана өзгеріс енгізілген файлдарға ғана жұмыс істейді. ал мына жерде бізде ол өзгеріс енгізілмеген жаңадан қосылған. Сол үшін мына жақтан бірден өзіміз қолмен өшіріп тастауымыз керек оны. Егер файл керек емес болса. Өшіріп тастадым, енді git статусты көрейік. Git статус мастерде тұрмын. Және git логымызды көрейік. Git логты көрейін. Менде initial commit add git ignore бар, ең соңғы жасаған, бағана локально жасаған. Бірақ біз жаңа футерда өзгерттік қой. Мына жақта 16 пиксель қылдық, мынаны 500 қылдық. Ол қай жерде істелінді? Ол біздің центральный главный репозиторийда істелінді, ана remote. Сондықтан біз мына жерде одан тартуымыз керек. Тарту деген жаңа айтқандай pull деген сөз ғой, енді ағылшыншасы. Яғни git pull жасауымыз керек. Біз қазір мастерден тұрмыз, мастерден тартамыз. Git pull origin master дейміз. Сол кезде бізде міне қараңыздар, remote-тан көшіріп алды бірдеңені, және ол не екен мына жақта жазып тұр, футерді алынды, және қанша плюс, қанша минус жасалынды. One file change дейді, бір файл өзгерген, 3 қосу, 3 азайтылған. Git статусты көрейік. Статус. Енді қараңыздар, мен git pull origin master жасаған кезде, ол менің мастерім, локальный мастерім жаңарады деген сөз. Яғни remote тұрған мастер, менде тұрған мастер екеуі қазір бірдей, копия. Және жұмыс бастайтын кезде әрқашан git pull origin master деп үстіп жасап алу керек. Неге? Себебі сіздер білмейсіздер, мысалы репозиторды қайта қарамауыңыз мүмкін ғой. Сіздер жұмыс істемей отырған кезде, немесе сіздер жұмыс істеп жатқан кезде, жақта басқа разработчиктер өздерінің коммиттерін салып, мастерді жаңартып қояды. Версия 2-де тұрған, уже версия 3-4 кете береді. Жаңадан версиялар қосыла береді. Жаңадан коммиттер қосылады мастерге, и оны алу керек сіздерге. Алып, арғай жұмыс істеу керек. Git pull origin master жасағаннан кейін ғана енді жаңа бранчқа өте аламыз. Git checkout minus branch, мысалы мен headerді өзгертейін деп жатырмын. Header деп жаза берсем ештеңе етпейді. Git статус. Енді қандай да бір өзгерістер енгізейін. Headerге өзгертейін. Headerде, мысалы мына жерде, мынау керек емес, алып тастайын. Мен осындай өзгеріс жасадым, алып тастадым. Енді git статусты көрейік. Міне өзгерді header CSS. Енді git add all, git commit минусым fix header жасадым. Енді git push жасайын, git push origin. Енді бұл жолы мастер емес, бұл жолы мен headerді ғана жіберім керек. Header деген бранчты ғана жіберім керек. Жасайын. Сол кезде менде міне барлығы дұрыс кетті. Міне мына жақта бірден былай шықты. Осындай жаңа бранч пайда болды дейді. Сен енді арай compare салыстырып pull request жасай аласың дейді. Енді мына жақта branch дегенге барып көрейік. Мына жақта уже біз екеуіміз, міне үшінші header деген branch қосылды. Біз жаңа жерден pull request жасасақ болады, немесе мына жерден де new pull request деп жіберсек болады. Қараңыздар, мына жерде бір деген, оң жақта тұрған бір, ол мына header қаншалықты мастерден айырмашылығы бар. То есть дефолтный бранчтан қаншалықты айырмашылығы бар. Яғни біз жаңа бір коммит қостық, ол бір коммитке алдыға жүр. То есть оң жақта ол алдыға деген сөз. Бір сол жақта тұрса, ол артқа деген сөз. Неге мынау fix footer артқа кетіп қалды? Себебі мына fix footerді мастерге жаңа pull requestпен merge жасаған кезде, мастерда плюс бір коммит пайда болды. Merge request'ің коммитті пайда болды. Сол үшін мына fix footer енді не актуальный. Ол бір коммитке артқа қалып қалды, наоборот. Енді қазір менен merge жасайтын болсам, енді fix footer екі коммитке нетіп қалады, кеміп қалады. То есть мынау актуальный емес қазір fix footer. Енді header'ды давайте енді жаңа pull request жасап көрейік. New pull request қайда жасаймыз? Мастерге жасаймыз. Мастерге, header'дан алып мастерге құйып жатырмыз деген сөз. Және мына жақта сіздер бірінші салыстырып алсаңыздар болады. Так, не өзгерді деген сияқты. Мынау 2 не алынып тасталған, 2 жол. Осыны міне бірден көре аламыз. Яғни
pull request жібермес бұрын бір тексеріп аламыз осылай. Енді ары қарай create pull request деп жібереміз. Және егер сіздерде барлығы дұрыс болса, осындай жасыл шығады. Қай кезде дұрыс емес болады? Егер конфликттер болса, конфликтті келесі сабақта өтетін боламыз. Сондықтан неге мен каналыма жазып қойып, келесі сабақты өткізе алмаңыздар. Енді merge pull request жасаймын және confirm жасаймын. Енді менде header мастермен қосылды, merge жасалынды. Енді мына жақта headerді қарасам, fix header деген жаңа commit пайда болды. Мына жерде 3 бранч тұр, айтпақшы, бранчтарды өшіріп тастасақ болады. Неактуальныйларын қараңыздар, енді жаңа айтқандай плюс 2 коммитке азайып қалды fix footer, то есть артқа қалып қалды. То есть мынау уже неактуальный, мынау да неактуальный header. То есть керек емес бранчтарды өшіріп отырғанымыз дұрыс болады. Міне өшіріп тастадым. Енді git clone деген команданы өтейік. Git-тағы бұл не істейді? Мысалы, сіздер бір проектке жаңадан кірдіңіздер. Бұл проект бұрыннан бар, мысалы Titan деген осы проектке кірдіңіздер. Сіздерге team лидтарыңыз осы GitHub-қа қосады сіздерді, және сіздер осы ссылкамен кіресіздер. Енді клон жасау керексіздер. Сіздер өздеріңізге локально өздеріңізге осы проектіні көтеру керек. То есть мына проект жоқ деп ойлайық. Мен жаңадан келдім. Менде тек қана осы ссылка бар, проект қана бар GitHub-та тұрған. Енді мына жерде код деген бар. Кодты бассаңыздар, мынандай ссылка шығады. SSH, HTTPS және GitLab, GitHub CLI деген. Бізге HTTPS керек. Мына жерде мынаны көшіріп аламыз. Мына ссылканы, және проектімізді қоятын жерге барамыз. Мысалы, мен мына жерге салуым керек, Енді мына жерге емес, кішкене тағы да жоғары. Клон деймін да. Клон. Клон деген енді көшіру деген сөз ғой. Конверт ету, және клон деймін да, мына нені басам, жаңағы сілтемені қоямын. Және қазір менен интерді бассам, маған жаңадан проект пайда болды, Titan деген. Бірақ мен оны кішкене өзгертсем болады. Titan 2 деген сияқты. Аттары сәйкеске қалуы мүмкін кейде проекттердің, сол үшін тағы да бір пробелмен тағы бір атын жазсам болады. Енді басам интерді. Енді мына P деген проекттерге барам. Мына жақта Titan 2 деген папка пайда болды, қараңыздар. Бірден пайда болды, міне git. И қарасаңыздар, мына жақта не тұр? Мына жерде не тұр? Соның барлығы менде көшіріліп келді, міне. Titan CSS, Styles, Power барлығы бар. Яғни git clone, git push'қа енді қарама-қарсы дейік па? Екеуі жаңағы біріне қарама-қарсы команда. Push ол біздің локальный өзгерістерді неге салса, ремоутқа салса, ал git clone керісінше ремоуттан алып біздің локальный компьютерге көшіреді. Енді ары қарай осы жерге барамыз да, ары қарай жұмыс істей бере аламыз. Бір нәрсені өзгертеміз, git статус басамыз. Мына жақта git init жазып керек емес. Себебі бұл уже gitте тұрған нәрсе, gitке көшіріп келеді. Мына жақта қарасаңыздар, git деген папкасы бар. Және git branch десеңіздер, мына жақта тек қана мастер бар. Егер мына жақта басқа да branch болса, ол көшірілмейді. Сол үшін бұл жерде енді басқа да командалар бар. Оларды келесі сабақтарда бұйырса өтеміз. Сонымен достар, бүгінгі сабақта біз репозиторий қойма деген не екенін түсіндік. GitHub пен GitLab'ты салыстырдық. GitHub'та жұмыс істеуді көрсеттім. Және ремоут, яғни қашықтан басқаруда керек командаларды істеп, бір қандай да бір реальный проектте қолданылатындай тәжірибемен бөлістім. Сонымен достар, көріскенше.